ақтөбенің сый құрметіне еркелеп рахаттанып мінекей қыздар бар. Айдын деген, айдай жарқыраған қыз. Ләззат деген шайпай шоу. Өзімнің жұлдызым. Жақсылап тамақтанып алдық. Біз 5-ші сеансқа бара жатырмыз. Әдемі отырып жатыр, иә. Билеттер қалай батыр айтпашы? Супер. Бос орын жоқ болып жатыр ғой. Масқара. Аншлаг. Адамдар келіп, билет жоқ деп ренжіп кетіп жатыр. Сеанс ашып жатса да, шүкір Аллаға. Орал қаласы, Ақтау қаласы сіздерге эстафетаны жолдаймыз. Ұятқа қалдырмаңыздар, пока Ақтөбе қаласы лидирует. Рахмет үлкен. Күшті болып жатыр вообще. Сыйлықтың ортасында отырмын. Торты бар, гүлі бар да қараңыз, сыйлық шақырады, қонақ қылып. Пижама, особенно. Пижама. Ертеңгі алшы билетті бүгінге жоқ уже. Әзіл әлемінде жүрген кезде, бастапқы кезде, егер байқасаңыздар, тоже шындық, енді шын айтайын, Қайраттың монологтары сәтсіз болды. Өткен жоқ, күлкілі болған жоқ. Ол жерде сіз Қайрат үшін барған жоқсыз Әзіл әлеміне. Мен точно білемін, ол кезеңде. Ол жерде бағы жанған кім білесіз бе? Тұрсынбек енді әрине, ол ұйымдастырушы Қанаттың бағы жанды ол жерде. Автоматпен шыққан, аузымен автоматты салып. Міне сол кезде действительно бум болды да, Қанат сол кезде Қанат Әлжаппаров болып автомат деп шықты. А Қайрат ондай болған жоқ ол жерде. Кішкене бір сенімсіздік болды ол кезде. Сосын телевидениеға кіріп, ары қарай тағы да кино проекттер болған кезде ғана Қайрат өзін кәдімгідей уже юморист ретінде, актер ретінде сенімдірек сезіне бастады. Осындай шындық. Это счастье. Енді билет жоқ дейді жандарым. Барлық сеансқа жоқ дейді. Не істейміз халқым, не істейміз? Тағы тез кино түсірейік па? Жаным, абуым, рахмет дегендеріңізге. Рахмет үлкен. Мысалы жасағаным болса, 6-да, 8-де, 10-да бүгін кешке билеттердің 80% сатылған екен әр сеанстан. Келіңіздер, күшті келісі болған көресіз. Большом городе киносына барғысы келіп, бірақ мүмкіндік болмай жатқан жандар болса араларыңызда, Жансая Байғошина атты ханым өзінің атынан 50 билет тарту еткелі жатыр. Парақшасын көрсетемін. Хабарласып алып алыңыздар кино бүгін. Ал Жансая, сізге үлкен рахмет, кәсібіңіз берекелі, табысты болсын. Ақтөбе қаласының тұрғындары және қонақтары, ертең біз сіздердің қалаларыңызда Шай в большом городе киносымен қонақтамыз. Кешкі сағат 18:00, 20:00 және 22:00-де күтеміз. Қуана асыға күтеміз. Тұрсынбек Қабатов сияқты сөйлеме деп бір кәдімгідей, ойлама деп кәдімгідей бір приколдар шығып кетті да. Мөлдір мен Тұрсынбектің арасында ну что, екеуі жасып кетсе де, қосылса да ну что, байқұс Моляға өзім атпасым екен. Кәдімгідей бір рекламаға түсіп жатса да бір комментарияларын оқысам, бейшараны кәдімгідей апарып алып келеді да. Ода нелеріңіз бар, мен түсінбеймін, біраз кәдімгідей шу болып жатыр екен. Инстадан, тиктоктан көріп шок болдым. Адамды осуждать етпей, өсек айтпа деген негізі бар ғой. Адам кішкене өзінің біреудің басындағы отты көргенше, шоқты көргенше дей ма, қалай бір мақал бар ғой. Бір мақал айтпай қойыншы осы. Бірақ енді кішкене сөйлейтін кезде, комментария жазатын кезде сәл кішкене ойланып барып. Сенің басына оның киген аяқ киімін сенің аяғыңа беретін болса, сонда көрер едім сен қалай кино түсіретініңді. Шыға салып негатив отыңды жайып, бүкіл қандай адамның, киноға деп отқан адамның ниетін бұзып атсың да, ой өрсін. Өзіңнің сана сезімнің төмендігіне байланысты. Сондықтан сенің мнениең өзіңнің бір жеріне бетіп қысып қой. Ешкімге керек жоқ еді. Шығатын болса, сенен де мықты сол жерде қаншама әншілер бар, қаншама жаңағы шетел продюсерлер, режиссерлар бар, неге шығып айтпайды олар? Әркім өз мнениесін іште ұстау керек қой. Мөлдірді жер қылғаның саған ұнап тұр ма? Халық қолдап жатыр, барып жатыр. Барсын, оның бірінші фильмі ғой.
оның бірінші фильмі, және өмірінде сондай бір қиын кезеңдер болды. Сол кезеңде алдамшы ретінде түсірді да ол. Мен мысалы әйел заты ретінде оны түсінемін, қабылдаймын. Ол саған бір атақты, бір керемет режиссер, продюсер емес қой. Өзі жайлап бастамасын бастап жатыр, әнін айтып жатыр. Не таптың ал? Бірдеңке таптың ба? Осындай санасыздарды вообще түсіне алмаймын да мен. Адам жиналып отқан жоқ даже. Көп адам айтып жатыр да. Айтқан не керек енді қазір трендте бәрі енді мөлдір ғой енді қазір. Ауыздарында бәрінің. Қараш, Бақытұрланың айтып отқаны. Даже ал дейді ана. Суретке шақырған. Суретке шақырған жоқ. Дастархан шақырған. Туған. Мөлдір дейтін бе өзін дәлелдеп түседі. Конечно, дәлелдейді ол әлі. Білмеймін ғой мен енді. Адамдар екі жаққа бөлініп жатыр ғой. Кино жаман дейді. Соны өзі специально қарауға. Сосын келмей ба? Қашан келеді? Келеді ертең көрде тұрып бәрі барады. Ойбай, мөлдір. Кино сонша емес ке дейді, бәрі барады. Суретке түседі. Сол суретке түседі. Еще контент жасағысы келеді. Бәрі барады ғой. Қазір бәрінің аузында мөлдір, айкон. Менде бармын деп отыр. Барасың ба? Кетіп па? Көреміз бе? Короче, Айдын, ертең показ басталады 28 күні. Мөлдірдің өзі Ақтөбеге келеді, прикинь, показға. Өзі келе ма? Прям живой? Тихо, арамызда қалсын бәрі. Қумаши. Арамызда қалдырып не істейміз? Ақтөбе қандай екенімізді көрсетіп жарып жібермейміз ба? Жоқ, Ақтөбе онсыз да жарады ғой. Сен сетеліктерін келе ма, алайша. Ойбай, күмәнің болмасын. Сетеліктер жарады ғой. Аңдағанымыз Мөлдір Мұқанова болды ғой. Не масқара. Ұнады, ұнамады, мағыналы, мағынасыз деп киносын. Неге сонша қатты тым сынайсыздар? Жай ғана қолдау ретінде барып кинодан ләззат алып, сол сәттен, сол минуттардан, секундтардан отбасыңызбен бірге немесе кіммен бардыңыз, сол адам қасындар бірге рахаттанып кино көру сәтінен ләззат алмайсыздар ма? Попкорндарыңызды жеп, дұрыс па? Болмайтын ана форсаж, фантастика, ұрыс қырылыстарға барып, түкте мағынасы жоқ киноларға да талай барып жүрміз ғой. Мысалы, ужасқа барасыз, қорқып, үркіп, үрейленіп шығасың. Одан не таптың ал? Ал мысалға, өзіңе сұрақ қой. Таспаға да тапқан жоқсың. Сондықтан қазақты қазақ сынай бермей, Мөлдір ханымды жақсы алғаш қадамы күшті. Ары қарай кино туындыларыңызды көреміз, көруді жалғастырамыз. Сіз кино шығара беріңіз, біз оны көруден жалықпайық. Киноға қайта бара беретін ақшамыз көп болсын демейміз ба? Жақсылай, жақсы сөз жармырыз дейді. Не масқара мынау? Енді тиктокта, инстаграмда барлықтарыңыз шығып, ойбай анандай, ойбай мынандай деп жарыса жазып жатырсыздар да. Кәні қолдағандарыңыз күні кеше ғана 20 ноябрьге дейін ойбай Мөлдірдің жаңа отбасылық жағдайында мықты әйел, ана мынау деп айтып алып, енді осы хейт етіп отырсыздар. Ұялмайсыздар ма? Әйел адамдар баршаларыңызға қатысты бұл видео. Жай ғана қолдап, киносын қолдайық болды. Киноға барып, сол моменттен ләззат алайық.